Сөйтіп сөйерде жаңағы мынау жіп бар емес па, қол жіп, тызақ дейміз ғой. Тызақ. Солар жаңағы әрқайсысының қолында екі жіп қойып, бияғынан келсе бияғынан салады, бияғынан келсе бияғынан салады. Үзеңгіге жаңағыдай таралғыға байлайды. Текені бауыздай деген, төрт бақ айнамай деген. Әлләсін шабат жаңағы анау милициялардың айғайлайтын, сондай мынан айғайлап жүреді. Түйе түксе де үстіне тіл әтіге деген. Жаңа бай енді атын қалсын деген да. Сонда мен сөйерде бір танкі деген атын міндім. Күрегімде жиренат, табалтақ деген. Бұлай қасқа екен. Жаңағы Шары деген палуаныман таныстым. Қайтыс өкетті бейшара. Сол мынатқанмын деді, міндім. Көкпардың үстіне барған екен деді, тізгінді битсең жатады деді бұлар. Қойы дедім. Өл мін деді. Ояқта жаңағы тартпаның мін яғынан, біреуін ар жағынан тартады. Сөйтіп міндім ат. Айтқанымдай жаңа көкпарға аяғы деген екен тізгінін битсең, кәдімгі мына аяғын бүктейді қойы бейтіп. Жаңағы анау жіптерін ағам қойып, пақайдан салып, егарға тартсаң жаңағы ат кетеді ғой, мыңға қойып, аралап. Шығарып тастайды, додадан шықса ат қайтып айлады, дода қорап. Шығарып салма болады, дояқта көкпар. Кейін жаңағы айттым, өтайтын алады. Міндім, кек сапты, шығарып салмаған болады қойдым. Келме болып атқан жерден жаңа шығарған зырам, бұны көкпарды егарға ораза бола ма дейді. Сөйтіп айт, орамақ түгілі байласаңам болады. Жерден көтерген күйде көкпарды үстіне тастап, бір орап, тартып, аттың басын қойып жібермем, үлкілі мотоцикл түрген мынандай қиялау жері. Үлкілі мотоциклден келген күйде қарғып арғы бетіне түсті ғой, көкпарды тастап кетті.